Кайырлуу күн баршаңызга достор. Бүгүн сиздермен иммунитетти көтөрөтүн сусын дайындайтын болабыз. Азыркы убакытта көктем мезгили келе жатыр. Баарлыгынын иммунитети түсүп, балдардын да, үлкөн кишилердин де өтө пайдалуу сусын ретинде кабылдап жүрсөңүздөр болот. Ол үчүн бизге алма, кызылша, миз, нават кажет болот. Міне алмаларды осылай баарлыгын биркеликке жууп алып туурайбыз. Жакшылап осы 4-5 бөлүп туурап аламыз майда көлөмдө. Каны аздарга өтө пайдалуу суусунун бири болот. Дүкөндүн суусунан көрө табигый өнүм баарлыгы кол жетимдүү баадагы жемистер, көкөнүстөр баарлыгы міндетті түрдө жасап көрүңүздөр. Міне осылай туурап аламыз және кызылшамызды да туурап алатын болобуз. Кызылшамызды да туура осылай туурайбыз. Міне кызылшамызды да туура 4 етіп туурап аламыз. Алма тәріздес. Күнделікті сусын ретінде пайдаланып ішіп отырсаңыздар өте керемет, денсаулықтарыңызға да өте пайдалы. Міне кызылшамды да туурап алдым. Міне мейізімді де, наватымды да дайындап алдым. Мейізімізді де жууп аламыз. Және кастрюлемизге суумузду куюп дайындап аламыз. Салкын сууга салатын боламыз. Жанагы туурап алган алмамызды саламыз. Кызылшамызды саламыз. Артынан жаңагы нават мейизимизди бүтүндөп салып чыгатын боламыз. Міне барлығын салып алдым. Және астын газды қосып 1 саатқа қайнап қоямыз. Міне қайнап жатыр. Қайнап шыққан міне сусын міне өте әдемі қызыл болып шығады. Тәттілігі де өте әдемі. Осылай қайнайды. 1 саат қайнап болғаннан кейін ішіндегі жемістерін үлгідізге салып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шығып тұр, қып-қызыл болып. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларымызға және үлкен кісілерге де өте пайдалы. Иммунитеті төмен кісілерге және қан азыққа да өте пайдалы. Көріп тұрғандарыңыздай осылай ыдысқа құйып қойып, күнделікті сусын ретінде ішсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Міндетті түрде қолдау күтемін сіздерден достар.